Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін шаштың түсуін үй жағдайында қалай алдын алуға болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Шаштың түсуі жиі кездесетін құбылыс. Алайда шашыңызды жуғанда, тарағанда уыстап түссе, онда ойланыңыз. Себебі бұл ағзадағы және бас терісіндегі өзгерістерге тікелей байланысты. Ал мамандар кейбір ауру мен келеңсіз жағдайдың да әсерінен шаш түседі дейді. Ендеше сұлулығыңызға сән беретін, көркіңізге көркемдік сыйлайтын шашыңыздың саулығын сақтау үшін халық әдісін қолданыңыз. Шаштың түсуіне себепші болатын жағдайлар: жұқпалы аурулар. Егер сіз жұқпалы дертке шалдықсаңыз, міндетті түрде ем алыңыз. Босану. Балаңызды дүниеге әкелген соң шамамен 8-12 аптадан кейін шашыңыз түсе бастайды. Бұл жағдайда шаштың түсуі шамамен 6 аптаға дейін созылады. Ішкі ағзаның ауруы. Ұзақ мерзімді және ауыр дертке шалдыққан кезде жас шығарып түсе бастайды. Нақтырақ айтқанда, туберкулез, мерез, қанауы тағы басқа созылмалы аурулар кезінде шашыңыз түседі. Улану. Егер шашыңызды тарағанда, қолыңызбен сипағанда уыстап түссе, онда сіздің ағзаңыз ауыр металдармен уланды дегенді білдіреді. Сәуленің әсері. Сәулемен емделу кезінде де шаш түседі. Себебі шаш фолликуласы өте сезімтал болғандықтан рентген сәулелерінің әсерінен шаштың құрамы жоғалады. Гормоналды бұзылу. Бұл жағдайда да шаштың түсуіне әсер етеді. Оның алдын алу үшін арнайы дәрігердің кеңесін алу керек. Сонымен дәрумен жетіспеушілігі және жүйкенің бұзылуы. Шаштың түсуін халық әдісімен қалай тоқтатамыз? Бірінші, 100 грамм қалақай жапырағын шыны ыдысқа салыңыз. Үстіне жарты литр 6% сірке су мен 1,3 литр салқын су құйып, жақсылап араластырыңыз. Ыдыстың бетін жауып, тұндырып қойыңыз. Шамамен 4 сағаттан соң дайын болған тұнбамен шашыңызды жууға болады. Емделу мерзімі 1 ай. Екінші, 2 ас қасық мың жапырақ үгіндісін жарты литр қайнаған суға салып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 25-30 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, шашыңызды жуыңыз. Емді күнде жасау керек. Үшінші, 1 ас қасық араққа 3 тамшы дәріханалық гүлшетен мен 5 тамшы лаванда қосып, жақсылап араластырыңыз. Қоспаға 1 ас қасық су қосып, бас терісіне біркелкі етіп жағыңыз. Емді таза жуылған шашқа жасау керек. Достар, мен айтқан дәрілік шөптерді кез келген дәріханалардан қолжетімді бағада ала аласыздар. Қайсы әдісті қолдансаңыз да өте мұқият әрі берілген уақытқа дейін жүргізіңіз. Сонда нәтижесі керемет әрі тез болады. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.